Алла бұйыртса енді бірнеше күннен кейін қажылық парызын өтеуге біздің еліміздің азаматтары аттанатын болады. Енді санаулы ғой, енді 4 мың 5 мың арасындағы қажылар кетеді. Ертең соның да санын шығарып, соның да қаражатын санайтындар. Ақшасын есептейді. Ақшасын есептеуге шығады. Сонда 4 мың адам дейсің, 4 мың адамнан көп па, аз ба деген сұрақ туындайды. Мен бір статистиканы келтірейін. Таиландқа 2023 жылы қазақстандық туристердің саны, барғандардың саны 172 мың болған. Бір Таиландқа ресми түрде. Олардың бір 10 күн менен 14 күн арасында сояқты демалған. Енді оның ішінде Дубайды алыңыз, Түркияны алыңыз, Мальдиваны алдыңыз, аралдарда, Шарм-эль-Шейх дейді, Египетті алыңыз, немесе Қытайдың Гуанчжоу бар, жаңағы шығыста өзінің демалатын жерлер бар ғой. Солардың бәрін қосатын болатын болсақ, мынау ұлттық статистика бюросы осы биылғы жылдың сәуірінде хабарлама жасады. Сол кезде былтырғы жылы 2023 жылы Қазақстаннан 10 миллион 500 мың адам шетелге ұшқан. Өз 20 миллион халықпыз. Соның жартысы шетелге ұшқан. Соның қаншауы демалысқа кетті? Бір Құдайдың құзырында. Яғни бір ғана мен Таиландты мысалы келтірдім. Бұл кәдімгі фактімен айтылып тұрған дүние. Сонда қажылыққа 4 мың барады жылына. Таиландқа 178 мың адам барады. Неге солардың ақшасын санамайды? Неге Дубайға кеткен ақшасын санамайды? Неге Шарм-эль-Шейхке қысы жазы тоқтамай жатқан жаңағы ақшасын санамайды? Немесе шетелден үй алып, шетелге неше түрлі жаңағы былайша айтқан кездегі жемқорлықпен тапқан табыстарын апарып жасырып жатқан адамдар неге солардың ақшасын санамайды да? Құлшылыққа баратын, жылына бір-ақ рет баратын сол қажылық сапарға барғандардың санын санап шыға келеді. Яғни имамдар еш уақытта Сауд Арабияны насихаттамайды. Ол жаққа барып өмір сүруді насихаттамайды. Имамдар араб құл болып, арабтың салт дәстүрін насихаттамайды. Имамдар басқа діни жаңағы салт дәстүрлерді өзге елдікін насихаттамайды. Бірақ діни құндылықтарды біз айтуға міндеттіміз. Қағба мынандай болады, намаз мынау болады, ораза мынандай, пайғамбар мынандай, қасиетті мекен ол Меккеде бол, айтуға біз міндеттіміз. Өйткені біз оның мағлұматын беруіміз керек қой. Яғни дұрыс мағлұмат беру ол дін имамдарының, дін қызметкерлерінің міндеті.